Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Гүлжазира. Мен сіздермен асқабақтан керемет сусын дайындайтын болам. Ағзаға өте пайдалы, емді қасиеті мол. Осы шырынды жасап көрсеңіздер болады. Өте нәтижесі де өте керемет. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, комментария жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай 2 асқабақ алдым. Оның сыртын жақсылап жуып, тазалап, ішіндегі дәндерінен ажыратып аламыз. Осылай турап, қабығын ашып. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік артықшылықтары бар екен. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор мен магний элементтері жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптеп пайдаланғаны жөн. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмек береді. Асқабақ жүктілік кезінде қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, міндетті түрде асқабақ шырынын ішіңіз. Осылай асқабағымызды жақсылап турап алған екен, үстіне суымызды құйып, бетін жауып, астын жағып, газге қоямыз. Асқабағымыз піскенше, өздеріңіз көріп тұрғандай асқабағымыз уже пісіп қалды. Жарты сағаттан кейін үстіне құм шекерімізді салып, жақсылап араластырып, 5 минутқа құм шекеріміз ерігенше қалдырамыз. Енді маған 1 лимон, 1 апельсин керек болады. Енді осыны жақсылап тураймыз, сыртын жуып, жақсылап турап аламын. Енді сіздерде блендер болса, бұны блендерден өткізсеңіздер де болады. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін тигізеді. Егерде сіз тері түлеуіне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Осылай асқабағымыз дайын болды. Енді осыны сүзгіштің көмегіменен осылай сүзіп аламыз. Осылай езіп, блендерлеріңіз болса, блендермен өткізсеңіздер де болады. Түйіршігін қалдырмай, осылай блендерден өткізіп алсаңыздар да болады. Болмаса, осылай марлының көмегімен, болмаса, осындай өткізгіштің көмегіменен істесеңіздер де болады. Осылай барлығын өткізіп аламыз. Біздің шырынымыз дайын болды. Енді оның үстіне лимон, болмаса жаңағы апельсинімізді осылай шырындарын осылай сығып құятын боламын. Блендер болса, сіздер сыртын ашып, блендерден өткізіп құйсаңыздар да болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай барлық апельсиніміздің шырынын шығарып аламыз. Апельсин болмаса, оның орнына мандарин қолдансаңыздар да болады. Онда дәмі ерекше болып шығады. Бұл шырын өте пайдалы. Көп балалар қазір асқабақты жемейді. Сол үшін міндетті түрде осылай шырын дайындап беріңіздер. Осы рецептпен жасасаңыздар, шырындарыңыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде асқабақ шырынын істеп ішуге кеңес беремін. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Және де денсаулығыңызды нығайтып, иммунитеттеріңізді көтеріп, осылай міндетті түрде азанда осылай 1 бокалменен ішіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.